Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырман, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын кеспе көженің рецептімен бөлісемін. Кеспенің жасалуы, қолдан қалай жасаймыз, соның барлығын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен қазанымызға май құйып, май қызғаннан кейін ет салып, кейін пияз салып, осылай жақсылап қуырылғаннан кейін үкістен өткізілген сәбіз және болгар бұрышын қосып, татымына қарай тұз, бұрышын қосып, жақсылап барлығын қуырамыз. Кейін бір қасықтай томат қосамыз. Сосын жақсылап қуырылғаннан кейін бетінен су құямыз. Кейін бір сағаттай жақсылап пісіреміз. Міне піскеннен кейін картоп салып, оны да бір 20 минуттай пісіреміз. Енді қамырын дайындаймыз. Бір жұмыртқа және суға тұз қосып, қаттылау етіп қамыр илейміз. Кейін қамыр дайын болған соң 20 минуттай ең қандыруға қоямыз. Енді міне қамырын жұқа етіп жаямыз. Оны себе отыра жұқа етіп жаю қажет. Енді қамырымызды жайдық. Енді осылай бетіне ұн сеуіп 10 минуттай кептіріп алсаңыздар болады. Сол кезде жабыспай жақсылап кесіледі. Ал мен бірден жасағаннан кейін осылай арасына кішкене ұн сеуіп, бірін үстіне бірін осылай қойып алып, видеода көрсетілгендей орап, жұқа етіп кесіп аламыз. Міне осылай видеода көрсетілгендей арасын ашып, өздеріңіз қалауыңызға қарай жұқалау, болмаса қалыңдау етіп кессеңіздер болады. Міне картопымыз да пісіп дайын болды. Соған кеспелерімізді салып, 5 минуттай қатты отта пісіріп аламыз. Көжеміз дайын болды. Бетіне аз көк сеуіп, ұсына берсеңіздер болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.